Өмір сүру үшін су, от, тұз, қыз, дәм, ақыл керек. Су тіршілік, от өмір, тұз, дәм, қыз, сән. Ақыл өмірдің нәрін береді. Балам, адамға ақыл беретін кімде? Ата, ана тілі ғой ақыл береді. Жоқ балам, адамға ақыл беретін атана, ұстаз, досы. Атана ақылын баласына айтады, ұстаз шәкіртіне айтады. Балам, енді ненің жақсы, ненің жаман екеніне көңіл аударайық. Неде не тәтті, не жұмсақ, не қатты. Ата, дүниеде ананың сүті тәтті, қолы жұмсақ, әкенің жүрегі қатты. Балам, дүниеде не қымбат? Алтын, яң, отан қымбат, құм береке атан қымбат, аймалайтын анаң қымбат, бәрінен де ұят пен ар қымбат. Дұрыс айтасың, балам. Тек үйдің баласы болмай, елдің баласы болу үшін кешірімшіл, ізгі, таза ниетті болу керек. Үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсете білу керек.